Қайырлы күн баршамызға. Бүгін сіздерге қаймақ соусындағы тілді ұсынамын. Соғымға сойылатын сиырдың бір тілі қажет болады, немесе қойдың бірнеше тілдерін пайдаланып жасауға болады. Сарымсақ, қаймақ, чеснок қажет болады. Қалауыңыз бойынша оливка майында немесе сұйық майда қуырамыз. Тілімізді алдын ала тұзды суда шамамен 2-3 сағаттай жұмсақ болғанша дейін пісіріп аламыз. Қабығынан алып, жіңішке етіп тураймыз. Тіл бізде деликатес тағамдардың қатарында болғандықтан, ерекше мерекелік кешкі асқа дайындауға болады. Гарниріне қалауыңыз бойынша рожки, спагетти, макарон, немесе күріш, гречка фримен ұсынуға болады. Тілдерімізді осылай жіңішке етіп турап аламыз барлығын. Сарымсағымызды жартылай дөңгелек етіп тураймыз. Қызып тұрған майда жақсылап қуырамыз. Майымызды қалауыңыз бойынша саласыз. Оливка майы болсын, сұйық май болсын, кәдімгі. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Артынан тілді салып, жақсылап араластырып қуырамыз. Чесногымызды салдық. Дәміне қарай тұз бұрышын саламыз. Қаймақты да 20% болсын, 15% болсын, қалауыңыз бойынша. 3-4 қасық көз мөлшермен аласыз. Қақпағын жауып 3-4 минут жай отта бұқтырып аламыз. Мінекей біздің ерекше асымыз дайын болды. Тіліміз жұп-жұмсақ, дәмі ерекше болып шығады.